Қайырлы күн баршаңызға. Сіздермен бірге Айгерім. Менің каналыма қош келдіңіздер. Каналға тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Бүгін сіздермен алхордан жасалған вареньенің рецептімен бөлісетін боламын. Күздің күні пісетін алхоры, сондықтан міндетті түрде қысқа арнап, сіздер де осылай варенье жауып қойыңыздар. Видеоны соңына дейін қараңыз. Ең алдымен алхорларды біз осындай ағашымыз бар. Осы ағаштан барлық піскен алхорының барлығын біртіндеп теріп алдық. Теріп алып, үлкенде ыдысқа салып, үстіне су құйып тазалап аламыз. Дәл осылай су құйып 4-5 рет тазалап алыңыздар. Сонда алхорымыз таза болып шығады. Ал сыртындағы ақтары кетпейді, сондықтан ол қайнаған кезде өзі жоғалып кетеді. Дәл осылай таяқшаларының барлығынан ажыратып тазалап аламыз. Барлық алхорлардың барлығын тазалап алдық. Қазанымызға осылай барлығын салып, үстінен 500 граммдай су құямыз. Асты жабыс қалмау үшін ошақтың астын отын жағып, өйстіп қайнатамыз. Қайнататқан кезде ең алдымен алхорларды асты жабыс қалмау үшін жақсылап араластырып тұрыңыздар. Осылай түсі өзгере бастайды. Енді жақсылап араластырып болғаннан соң өзі қатты отта қайнайын дейді. Қайнайын деп атқан кезде осылай көбігі шығады. Құмшекерімізді саламыз, мөлшеріне қарай салыңыздар. Көп болса көбірек саласыздар, тәтті болуы керек. Осылай жақсылап араластырып жіберіңіздер. Өзінің сөлі бөлініп, суы шыға бастайды. 45 минуттай қайнаған, жай отта қайнаған кезде мына бетіндегі көбігінің бәрі тарайды да, өзінің қою сөлі шыға бастайды. Сол кезде біз алхорыны жабатын боламыз. Міне осылай көбіктер шығады. Көбігі барлығы шығып басылғаннан соң біз алхорымызды жабатын боламыз. Осы кезде алхоры қайнап жатқан кезде біз банкаларымызды тазалап жуып алатын боламыз. Біз банкаларымыздың бәрін тазалап жуып алдық. Енді осы банкаларды күнге қойып кептіріп алатын боламыз. Немесе сіздер бірден кептірмей, бірден булай берсеңіздер болады. Біз алдын ала осылай кептіріп алдық, сосын буладық. Ал енді барлық алхорларымызды жауа береміз. Осылай құйып, сосын қақпағын жауып бұрап аламыз. Көбігі тарайды, дәл осындай қып-қызыл болып шығады. Не біздің алхорларымыз дайын болды. Қыстың күні шаймен ішкенге өте керемет варенье. Сондықтан сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Және алхорының бұл дәнегімен түрі, дәнегі бар түрі, дәнексіз түрі де бар, үлкен түрі. Оны келесі жолы көрсетемін.